Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін балаларға арналған өте дәмді пирожки, яғни бәліш дайындаймыз. Осы бәлішті балалар сүйіп жейді. Ол үшін бізге қамыр илейміз. Қамырымызға ұн, жұмыртқа, зәйтүн майы, тұз, ашытқы, сүт қажет. Ыдысқа сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болу қажет. Тұз, ашытқы және жұмыртқамызды жарып саламыз. Араластырғаннан кейін үстіне зәйтүн майын құямыз. Және оның үстіне ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Ұндарыңызды бірнеше бөліктерге бөліп салсаңыздар, сіздерге қамыр илеу оңайға шығады. Осылай жақсылап араластырып, ұнын араластырғаннан кейін қасықпен араластырып, қолымызбен жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымыздың иі қану керек. 10 минут немесе 8 минут жақсылап илейсіздер. Сол кезде қамырдың иі қанады, қамыр жылтыр, одан шыққан нан өте дәмді болады. Үстін жауып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. Салмасына мен әдеттегідей балалар жақсы көретін балалар шұжығы және ірімшік қосамын. Оларды осылай бірнеше бөліктерге бөліп қойдым. Қамырымыз көтерілді, өте үлпілдек. Осындай ашқан қамырмен жұмыс істеген маған өте ұнайды. Үлпілдек, әрі нәзік. Оны себе отыра қамырымызды екіге бөліп, шет-шетін жинап, шеңбер жасап аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырымызды орташа қылып жаямыз, қатты жұқа қылмаймыз. Форманың көмегімен осылай дөңгелетіп кесіп шығамыз. Артық қамырын алып тастаймыз. Дөңгелек шеңбердің ішіне шұжық пен ірімшікті салып, шет-шетін бүріп, пирожки, яғни бәліш формасын жасаймыз. Дәл солай екіншісін жасаймыз. Барлық бәліштерімізді осылай жасап шығамыз. Пергамент қағаздың үстіне төсеп, салып, үстін жауып, 10 минутқа көтерілуге қоямыз. Бәліштеріміз көтерілді. Мен осылай үстін бүріп шықтым. Бүрмесеңіздер де болады. Жұмыртқаның сарысының үстіне сүт құйып, араластырып, бәліштеріміз үстіне барлығын жақсылап жағып шығамыз. Пешімізді 200-190 градусқа көтеріп қоямыз. Сонда 25-30 минут қызарғанша пісіреміз. Бәліштеріміз пісті, иісі керемет, жұп-жұмсақ, өте нәзік. Балаларға тіске басар ретінде мектепке, үйірмелерге, бокстарына салып берсеңіздер өте ыңғайлы. Өз басым балаларға осындай бокстарына жиі салып берем. Ішіндегі салмасы әдеттегідей балаларға ұнайды. Менің каналыма комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.